Сәлем достар, бүгінгі менюде тауық етінен рулет. Бос ыдысқа жұмыртқаны, қаймақты, ірімшікті және кептірілген шөптерді саламыз. Тұзды қосып, араластырамыз. Пергамент қағазы төселген формаға салып, жаямыз. Табамызға майды құйып, пиязды қуырып аламыз. Бос ыдысқа тауық етінен жасалған фаршты саламыз. Үстіне қуырылған пиязды сүзіп қосамыз. Тұз, бұрыш қосып араластырамыз. Пештен піскен ірімшіктен жасалған негізді аламыз. Ірімшікті негіздің үстіне фаршты салып, жайып шығамыз. Оны орап, үстінен фольганы жабамыз. Алдын ала 180 градус температурада қызып тұрған пешке салып, 20 минут уақыт аралығында пісіріп аламыз. Рулетіміз дайын, ас болсын. Сіздермен бірге болған Айдана.